Allahu 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 Ассаламу алейкум, қадірмен мұсылман ағайын. Қасиетті жұма күнінде өздеріңізбен бірге иман ашар бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда ислам дінінің ғылым менен тығыз байланысы жайында айтпақпыз. Себебі қасиетті Құран кәрімнің 719 жерінде ғылым, білім жайында айтады. Осыған қарабақ ислам дінін Құранды ғылымнан, білімнен ажыратып қарауға болмайтындығы бесенеден белгілі болып тұр. Олай болса, тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болса, 22 43 65 нөміріне қоңырау шалыңыздар. Ал бүгінгі біздің хабарымыздың қонағы Алматы облысы Сарқан аудандық мешітінің найып имамы Асқарұлы Серікбек мырза келіп отыр. Хабарымызға қош келдіңіз, Серікбек мырза. Әрбір басып келген қадамыңызды Аллах Тағала сауаптан жазсын. Бүгінгі хабарымызда мына ислам дінінің Құран менен тығыз байланысы жайында айтқалы отырмыз. Бұл тақырыпта алып отырғанымыз сонау осыдан 14 ғасыр бұрын түскен қасиетті Құран кәрімде ешқандай мысалға көліктің жоқ кезінде, былайша айтқанда технологияның дамымаған уақытында Құранда қазіргі 21 ғасырда ашықталып жатқан, табылып жатқан жаңалықтарының барлығы көбісі жазылып тұр. Енді осыған қарап біз көбінесе ойлаймыз ғой, осы Құранды, жалпы исламды бір әлі қолымызға құмған алып дәрет алу, я болмаса намаз оқу, я болмаса жылына бір рет ораза ұстау деп түсінеміз. Ғылымды көп байланыстырғымыз келмейді. Осы ғылымды Құраннан бөліп қарауға бола ма? Ассаламу алейкум рахметуллахи ва баракатуху. Барша мақтау әлемдерді жоқтан бар етіп жаратқан Аллах Тағала болсын. Және соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға Аллах Тағаланың игілігімен сәлемі болсын. Енді жаңа өзіңізді айтып жатсыз, Құранның 719 жерінде ғылым білім жайында айтылған деп. Құран, ғылым екеуін бір-бірінен бөле қарауға болмайды. Бұл дүниені бір құс деп алатын болсақ, ислам діні, Құран, осы иләһи білім сол құстың бір қанаты болса, бұл дүниеви білім екінші қанаты. Құран кәрімде ең бірінші түскен аяттың өзінен ақ көруге болады. Бірінші түскен аятта Бисмиллахир-рахманир-рахим Аллах Тағала былай деп айтады: Иқра бисми раббикаллази халақ. Оқы жаратқан Раббыңның атымен оқы деп барша адамзат баласын білімге құлшынтады. Және осыған дәлел пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам айтады: Талабул илми фаридатун аля кулли муслимун ва муслиматун дейді. Яғни білім үйрену, ғылыммен ізденіс жасау барша мұсылман ер аялдерге бірдей ортақ парыз дейді. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде айтады: Утлубул илми минал махди илал лахди дейді. Білім ізденіс жасау, білімге деген құлшылық белгілі бір мөлшерде ғана емес, қайта ананың құрсағынан дүниеге кеп, тал бесіктен жер бесікке дейін, ананың құрсағынан бұл дүниеге келгеннен бұл өмірден қайтқанға дейін кәрі жас демей барша адамзат баласына білімге деген талпынысын арттыруға үндейді. Алла разы болсын. Ал енді осыған дәлел болу үшін қазіргі замандағы ғалымдардың Құраннан ашықтап жатқан жаңалықтар бар ма? Әрине, әлбетте қазіргі заман ғалымдарының Құраннан ашықтап жатқан дәлелдері көп. Өйткені соның бірі мысалға алатын болсақ, мынау қазақ халқымызда да айтады ғой: қар жаудырып қыс қылған, жұмыртқаны құс қылған, шеберді шебер дегенше Аллахты шебер десеңші. Міне біздің осындай дана халқымыздан да осы сөздер қалған. Енді өзіңіз ойланып қарайтын болсаңыз, міне күнделікті жауып жатқан қардың да алты бұрышты болатындығын Аллах Тағала Құран кәрімдерде де айтқан. Және қандай бір болмасын, адамға сіз бір көптеген қардарды беріп, соған осыны алты бұрышты қып шығар десе, ешкімде шығара алмайды. Және де жазды күндері жауып жатқан жаңбырға қарасаңыз, жаңбырдың да бейберекет емес, өзінің бір мөлшермен жаратылғандығын ғалымдар дәлелдейді. Ғалымдардың соңғы жаңалықтарындағы айтып жатқан мәселелер, мәселен, ғалымдар айтады: мынау жер бетінен буланып аспанға көтерілетін судың секундтық мөлшері 1 секундына 16 миллион тонна су аспанға буланып шығады.
Бұл бір жылда 505 триллион тонна су аспанға көтеріледі дейді. Бу Болып көтеріледі. Міне осыны Құран кәрімде айтады. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. Біз аспаннан суларды қандай дейді? Мөлшермен жіберіп отырамыз дейді. Мөлшермен жіберіп отырамыз. Міне осындай аспанға жылына 505 триллион тонна бұл суға айланып көтерілетін болса, жауатын жаңбырдың да жылдық мөлшері 505 миллион тонна. Демек, әрбірінің өзінің мөлшері бар. Ғалымдар біз осыны таптық, жаңалық деген кезде, осыны ислам ғалымдары осы Құран кәрімде 14 ғасыр бұрын дәлелдеп кеткен. Аяттар бар ғой сонда. Әлбетте бұл жайында аяттар бар жаңағы. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا дейді. Біз аспаннан жаңбырларды жаудырдық. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ. Ол сондай Аллах Тағала аспаннан жаңбырлар жаудырды. Қандай? بِقَدَرٍ мөлшерімен, рет-ретімен. فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. Міне осы түскен жаңбыр суларымен біз қайттық дейді? Жерлерді көгерттік, көркейттік дейді. Енді осы сөзіңізге қарап бір не ойыма келіп отыр. Мысалға қарасам, біз мына жақтан бір бұлт көтеріліп келе жатса, қара бұлт көтеріліп келе жатса, бір өткінші жаңбыр деп ойлаймыз мысалға. Жаңбыр келе жатыр, қазір жаңбыр жауады дейміз. Мысалы, жаңбыр жауса екен деп дейміз. Бірақ та осы жерде қарап отырсаңыз, егер де ол мақұлық қарап отырсаңыз, біреу оны басқармаған болса, бір ақыл иесі басқармаған болса, ол мөлшерінен көп, жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, неше триллион тонна деп, мысалы, бір қалаға ғана түсе салатын болса, әлбетте ол қаланың су астында қалары хақ ет. Солай ғой. Енді осы жерде Аллах Тағаланың соның барлығын басқарып отыруы, тек қана адамға бір білім алып, сол білім арқылы ғана түсінуге бола ма? Бұл жерде Құдайға құлшылықтың қаншалықты екеуін бір-біріне байланыстырады осы жерде? Бұл жерде жалпы алып айтқан кезде, жаңағы жаңбырдың бір ғана қалаға жауса, сол қаланың суға кетуі әбден ықтимал. Тіпті былай алып қарайтын болсаңыз, мынау аспандағы жаңбырдың бұлттары бізден шамамен 1200 метр биіктікте тұрады. Осы 1200 биіктікте құлаған жаңбырдың суы, ол жаңбырдың суы емес, заттай болған кезде бізге сағатына 550 шақырымдық жылдамдықпен жетеді. Ал бірақ Аллах Тағала оны жаратқан мақұлықтарына қиыншылық болмас үшін реттеп отырды. Бізге жаңбырдың келетін сондай 1200 километрлік шақырымнан келетін сағаттық жылдамдық небәрі 8-де 10 километр жылдамдықпен келеді. Бұның өзі Аллах Тағаланың жаратқан құлын жақсы тани білетіндігі, және жаратқан құлының жаратылысының қаншалықты дәрежеде екендігін біледі. Аллах Тағала Құран кәрімде бұған дәлел айтады. Хулиқал инсана даифа. Адам баласы әлсіз жаратылған дейді. Осы әлсіздікті сезген Аллах Тағала, әлсіздікті біздің жүрегіміздегі, біздің жаратылысымыздағы әлсіздікті білетін Аллах Тағала бізге жер бетіне барша адамзатты екі дүние бақытына жеткізу үшін Құран кәрімді түсірді. Осы Құран кәрімді бізге тура жолды екі дүниеде бақытты болу үшін Аллах Тағала Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам арқылы бізге үйретіп отыр. Егер осы Құран болмаған кезде, ислам болмаған кезде адамдардың күнкөрісі қандай еді? Құран келгеннен кейін адамдардың өмірі қараңғыдан жарыққа шықты. Аллах Тағала Құран кәрімде не дейді? Қад жаәткум мауизатум мир раббикум ва шифаун лима фис судур ва худа ва рахматан лил муъминин. Ей адамдар, шын мәнінде сендерге Раббыларыңыз тарапынан бір көркем уағыз насихат келді, және мұсылман қауым үшін бір рахмет ретінде келді деп Құранды бізге Аллахтың өзінің бір рахмет ретінде түсіндіреді. Енді Құранды тек қана осы ғибадат деп, не болмаса тек қана ғылым деп түсінуге болмайды. Құран мен ғылым бір-бірімен егіз нәрсе. Осы екеуін бірдей ұстағанда ғана барша мұсылман бұл дүниеде және ақыретте де екі дүниенің бақытына кенелетін болады. Бірінсіз екіншісі болмайды. Мәселен, мынау дүниені, мынау адамзатты жаңағы ұшып бара жатқан құсқа теңейтін болсақ, біз ислам ғибадаттарымен шектеліп қана қалатын болсақ, біздің екінші қанатымыз жоқ болып қалады. Ал біз дінімізді, өмірімізді дінмен танымай, тек қана ғылымға бұрылып кететін болсақ, онда біздің жаңағы тағы бір қанатымыз жоқ болып қалады. Бәрібір
біз онда мақсатымызға жете алмаймыз. Ал ендеше біз қайтуымыз керек. Біз екі дүниеде де бақытты ғұмыр кешіру үшін, Аллах тағаланың ризалығын алу үшін біз екі жағында мықтап ұстап, жақсы бақытты болашаққа деген нық қадаммен өмір сүре бастауымыз керек. Алла разы болсын. Енді бұған дәлел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі де бар ғой. Дінсіз білім ақсақ болса, білімсіз дін соқыр дейді ғой. Яғни бірінсіз бірі алдыға жүрмейтіні, яғни діні жоқ білім ақсақ, ол енді ақсақ адам ол белгілі бір діттеген жеріне ол бір уақытында жете алмайтындығы, бір мақсатына, көздеген мақсатына қол жеткізе алмайтындығы. Ал енді білімсіз діннің ол енді соқыр. Соқыр діннің соңында жүргенде қаншама бауырларымыз болып жатыр ғой қазір. Мысалы мен сізге қарап отырып бір нәрсені ойлап отырмын. Мен сіз дін саласында оқыдыңыз. Солай ғой, ол жерде сізге физиканы оқытқан жоқ, мысалға қарасаң. Ал енді биологияны жеке пәнменен оқытпайды. Ал енді осының барлығын сіздің ашықтап отырғаныңыздың бірі биология болса, бірі физика мысалы, бірі химия, осының барлығы бір тұтас болып байланып тұр. Осының барлығы қарап отырсаңыз, бір Құранның ішінде жазылып тұрған сыр хикметті аяттар ғой. Мені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бір хадисінде айтады ғой, ғылымның бір саласын жетік меңгеру дүниенің бар байлығын иемденгеннен әлде қайда хайырлы дейді. Бұлай деп отырғаным, ғылымның бір саласын, қандай бір саласын болмасын жетік меңгеру дейді. Мына қазақта айтады ғой, шымшық сойса да қасапшы сойсын деген сөз бар. Яғни қандай істі болмасын өзінің маманы істесін деп айтылады ғой. Осы өзінің маманына, өзінің жетік меңгерген ғылымның бір саласын жетік меңгерген маманнан сұрау, соған жүгіну шариғатта қандай үкім? Шариғатта әрбір істі өзінің маманынан сұраудың үкімі ол фарз. Аллах тағала Құран кәрімде айтады: «Фасәлу әхлә зикри ин кунтум ла та'ламун». Егер сіздер білмейтін болсаңыздар, сол істі барып білетіннен сұраңыздар дейді. Білетін адамнан, жай көшеде кетіп бара жатқан бір адамнан емес кез келген. Бәлки ол сол істің маманынан барып сұраңыздар дейді. Қазіргі заманда көптеген адамдар, мынау біз енді бір өтпелі кезеңді басымыздан өткіздік. Осындай адамдар исламға бет бұрып жатқан кезде адамдардың көбі осы дін саласына өзінше көзқарас білдіретін болды. Жалпы ислам діні бұндайды құптамайды. Ислам діні әрбір саланың өзінің маманы бар, әрбір саланың өзінің жеттік білетін адамдары бар. Осы жеттік білетін адамнан сұрауды. Мейлі ол дүниеви білім болсын, жаңа физика, химия, астрономия болса, соның өзінің маманынан сұраңыз. Діннің өзінің маманы. Мәселен, біздің дінде мамандарда діни университет, мешіт, медреселер жүріп жатыр. Осы қандай да бір сұрақ болатын болса, қандай да бір осы дін саласынан бір қиыншылықтар туып жататын болса, міне біздің мешіттерімізден барып сұрау, ол барша біздің мұсылман туыс туғандарымызға фарыз ғайын болып есептеледі. Ал енді осы жерде айтып отырса, фарыз ғайын дегеніміз енді әр адамның жеке басының міндеті ғой. Мысалға, намаз болатын болса, оны басқа біреу оқыса, ол жаңағы адам оқымаған адам мойнынан түспейді ғой, енді оның үкімі түспейді. Сондықтан да фарыз ғайын деп отырсыз ғой, әрбір адамға міндетті болған амал. Енді осы жерде мысалға жаңа мұғалімдер бар, енді мектепте әр салада сабақ беріп жатқан. Жаңағы айтып отырған физикадан да, химиядан да, астрономиядан да сабақ беріп жатқан. Осы кісілер келіп, мешітке келіп, білмеген жерлерін имамдардан сұрап, Құранның бір аятын ашып, жаңағы мен дәлелдейтін болса, бұл болашағымызға қаншалықты пайдалы болар деп ойлайсыз? Жалпы оқып жатқан жастарға қажет па бұл? Жалпы оқып жатқан жастарға бұл өте қажет. Өйткені ислам діні адамдарды тек қана мешітке отыр, ғибадат жаса демейді. Бәлки бар саласында өзін жеттік білдіретін мамандарды талап етеді. Бұл өмірдің әрине заңдылығы. Сіз мейлі мысалға алатын болсақ, балаңызды банкир қылып тәрбиелеңіз, бірақ ол дінін білсін. Балаңыз дәрігер болсын, бірақ ол дінін білсін. Балаңыз мұғалім болсын кез келген саланың, бірақ ол дінін, өзінің Раббысын, өзінің өмірге не үшін келгендігін, өзінің мақсатының не екендігін білу керек. Өйткені Аллах Тағала бізді әуел баста жібергендегі ең бірінші мақсат не? Аллах Тағала Құран кәрімінде айтады: «Уама халақтул джинна уал инса илля ли'будуни». Мен адамдар мен жындарды, қайттым дейді, тек қана өзіме құлшылық ету үшін, өзімді таныту үшін жіберді, жараттым дейді. Міне қарасаңыз, адамзаттың барша ең бірінші мойнындағы міндеті ол Раббысын тану. Одан кейінгі жаңағы астрономия, физика, химия,
осындай ғылымдардың саласы одан кейінгі білімдер болып саналады. Ең бірінші адамзат өзінің Раббысын біліммен тану керек. Тағы да ғалымдардың ашықтап жатқан жаңалықтар бар ма? Енді бұл бір ғана біз қарап отырсаңыз тамшы, бір ғана қар турасында мысалға айттық. Бұдан да енді көп қой. Енді бұл ғылымды мысалға Құранның бір несін бір жарты сағаттың ішінде айтып біту мүмкін емес қой. Сонда да әйтеуір шамамыздың жеткенінше ашықталып жатқан жаңалықтардан баяндап өтсек. Ашықталып жатқан жаңалықтар көп. Бұдан да көп бола береді. Өйткені Аллах Тағала Құран кәрімде не дейді? Астағфируллах, бисмиллахир-рахманир-рахим. Санурихим аятина фил афақи ва фи анфусихим хатта ятабайяна лахум аннахул хаққу мин раббихим. Біз аяттарымызды болашақта, осы болашақтан болашаққа, жылдан жылға аяттарымызды ашықтап, дәлелдерімізбен көрсете береміз дейді. Не үшін? Өйткені Құран кәрімнің ұлы жаратқан Раббымыздың тарапынан келген кітап екендігін дәлелдеу үшін, мойындату үшін Құран кәрімді бүкіл әлемге мен аяттарымның сырын аша беремін дейді. Соның қарап көретін болсаң, соның дәлелі болғандай, жылдан жылға ғалымдар бізге жаңалықтарды тауып жатыр. Құран кәрімде айтылып кеткен, бірақ соны енді ашықтап жатыр. Мәселен, мынаны алып қайтатын болсақ, қарайтын болсақ, бүкіл жер шарындағы жаратылыстың аталық және аналыққа бөлінетіндігін ғалымдар айтады. Ал бұған да жауап Құран кәрімде табылады. Аллах Тағала Құран кәрімде не дейді? Субханаллази халақал азважа куллаха мимма тумбитул арду ва мин анфусихим ва мимма ла я'ламун. Бүкіл жаратылысты және сендер білмейтін басқа да нәрсені жұп-жұбымен жаратқан Аллах Тағала қандай пәк дейді. Демек, Аллах Тағала осы ғалымдардың айтып кеткен мынау жұп-жұбымен бұл әлемдегі барлық зат аталық аналыққа бөлінеді екен ғой деп жаратып жатқан қазіргі жаңалықтарының өзі Құранда осыдан 14 ғасыр бұрын айтылып кеткен. Және де алып қарайтын болсақ, мынау жер шарының мүлдем домалақ емес, оның бір жұмыртқа тәрізді сияқты екендігін ғалымдар айтады. Бұл жұмыртқа тәріздес. Кезінде Коперник болсын, Галилей болсын, осылардың барлығы өз кезінде бұны дәлелдемекші болды. Бірақ сол кезде адамдардың сана сезімі жетпеді. Бұл жердің өз-өзін және күнді айланатындығын, және жердің домалақ екендігін айтқан кезде адамдар сенбеді, және соларды сотқа дәлелдегендері бар сол кезде. Бірақ осыған Құран кәрім сол кезде айтады: "Вал арда ба'да залика дахаха". Біз жер шарын түйеқұстың жұмыртқасы тәріздес етіп жараттық дейді. Бұл да міне Құран кәрімнің сонау заманда айтып кеткен жаңалықтарының Топ-домалақ емес, жұмыртқа тәріздес екендігін. Және де айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Юкаувиру лейла алан-нахари ва юкаувиру ан-нахара алал-лейл. Біз күндізді түнмен, түнді күндізбен орап тұрамыз дейді. Бұл жерді алып қарайтын болсаңыз, араб тілінің бір ерекшелігі сол, бір әрпінің өзі сан қырлы мағынаны білдіреді. Бұл жерде келіп тұрған тәкуир сөзі бір домалақ нәрсенің сыртына екінші бір нәрсені орау дегенді білдіреді. Және жер шарының домалақ екендігін осы тәкуир сөз арқылы келтіреді. Және де осы жер шарының тартылыс күшін Ньютон деген ғалым сол кезде дәлелдеді. Бірақ бұған да біздің ислам жауап бере білді, ислам діні. Әл-Буруни деген ғалым 9 ғасырда, Әл-Буруни деген ғалым, соны анаудар, басқа адамдар, дінде емес адамдар, Құранды зерттемеген адамдар мынау соттасып жатқан кезде Әл-Буруни айтады: жер шары осындай домалақ болса, ол өз-өзін айланып тұратын болса, онда жер шарының ортасында барша жаратылыс неге ғарышқа құлап түспейді деген егер менен сұралса дейді осындай сұрақ. Бұл сұрақ біздің алдыңғы айтқан тұжырымымызға кедергісін келтіре алмайды. Жер шары барша нәрсе өзінің ортасына жиналып тұр дейді. Ортасына жиналып тұр. Демек, бір ортада тартылыс күш бар. Бұл міне жер шарының тартылыс күші болып есептеледі дейді. Алла разы болсын. Көрерменімізден сұрақ бар екен, тыңдап алып жалғастырсақ. Сіз тыңдап отырмыз. Ассалаумағалейкум. Уалейкум сәлем. Жақсы. Мен осы көп намаз оқымаймын да негізі. Көбінесе Құран кітап, сондай аяттарды көп оқимын. Ол бола ма осы? Соны сұрайын деп едім сіздерден. Түсінікті. Намаз оқымаймын дейді. Бірақ тек Құранды көп оқимын, осы жеткілікті ма деген сұрақ. Жоқ, әлбетте Құранды оқыған адам ол ақиқатты таниды.
Адам өзі қиналған сәтінде бір медеткер іздейді. Бұл Құран дегеніміз әрине оқыған жақсы. Құран адамның рухани азығы мен жан азығы. Жаңа қиналған сәттерінде адамдар Құранды оқиды. Өйткені Аллах Тағала не дейді? Әла инна би зикриллахи татмаиннал қулуб. Мен сендерге ескертейін, Құранды оқумен адамның жүрегі орнығады дейді. Яғни адамның жүрегі рахаттанады. Бұл ағамыз өзі сондай сәттерге жолыққанда Құранды оқи дегенде менің түсімше сонымен рахаттанады екен. Ал бірақ бұл намазды ысырып тастауға жеткіліксіз. Аллах Тағала Құран кәрімде не дейді? Инна солата канат алал муъминина китабан мауқута дейді. Намаз адамдарға уақытымен парыз болды дейді. Бізге уақытынан ер адамдарға мәселен балиғат жасына толған кез 11 жасында намаз парыз болса, және осыны да білдіреді осы аят. Адамдарға 11 жасынан бастап, ер адамдар, қыз балалар 9 жасынан бастап осы исламға бет бұрып намаз оқудың керектігін. Және де бұл жердегі инна солата канат алал муъминина китабан мауқута деген адамдарға күніге 5 уақыт намаздың да парыз екендігін, таң, бесін, екінті, ақшам және жашиқ намаздарының да парыз екендігін, күніне барша адамзат баласының мен мұсылманмын, мен Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның үмметімін деген адамның 5 уақыт намаз оқуға міндетті екендігін айдан ашық тайға таңба басқандай Аллах Тағала Құран кәрімде дәлелдеген. Алла разы болсын. Бұл енді қарап отырсаңыз құлшылықтың өзі адам ғылымға терең бет қою үшін қажет қой. Егер намазы жоқ болатын болса, ол бірде Құран оқып, бірде ол оқымайтын болса, әлбетте ол ғылымға терең бет қоя алмайды ғой әлбетте. Бұл енді ғылым саласында мен бір не қосып өтсем деп едім. Осы ғалымдар қасиетті Құран кәрім Мәида сүресінде бар ғой. Астағфирулла, енді қысқартып қана айтып өтейін. Я айюхаллазина аману дейді, иман келтіргендер, аль-хамру уәл майсиру риджсун мин хамали шайтан деген аят бар ғой. Мысалға, ана арақ ішу, ана құмар ойнау, ол нәжес деп айтылады осы жерде. Нәжес деп айтылғаны ғалымдар енді ғана ашықтапты. Нәжес деген нәрсе белгілі ғой, бір лас нәрсе, бір малдың, немесе адамның артынан шыққан, немесе сондай бір лас қида айтады мысалға сондай. Ал енді осы адам арақ жасаған кезде, арақты жасаған кезде бидайдан, арпадан мысалға жасайды ғой. Жасап, соны қараңғы жерде сақтайды, ол быжиды, ашиды. Және соны ашып болғаннан кейін бір жарықпенен атып кеп жүрген кезде сол түрлі микробтардың, жаңа бактериялардың қарындары жарылады екен, кәдімгідей атылады екен. Сонда атылғаннан кейін жаңағы нәрселердің быжып, жаңа адамға мас қылатындығы сондықтан екен. Сонда ғалымдар енді ашықтап жатыр оның нәжес екендігін. Жаңағы түрлі микробтардың қарындары жарылатынын ашықтап жатыр да. Сонда қарап отырсаң, жаңа сіз айтып отырғанда 14 ғасыр бұрын Аллах Тағаланың айтып кеткен нәрселерін қазір Құранда ғылым ашықтап жатыр әлбетте. Енді мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерінің бірінде былай деп айтады ғой: екі түрлі адамға білім қонбайды, ғылым қонбайды дейді. Оның біріншісі ұялшақ болатын болса, екіншісі тәкаппар адам дейді. Сондықтан да бұл жерде осы ғылымның барлығын алу үшін адамға жаңағы ұялшақтығын, тәкаппарлығын тастау қаншалықты қажет болады? Бұл жерде адам ұялшақ болса, егер ұстазының алдында өзінің сұрауға тиісті, шәкірттің міндеті ол ұстаздан сұрап үйрену, ұстаздың берген тапсырмаларын орындау. Сол үшін де бұл жерде ұялшақ болу, ол білімді белгілі дәрежеде шектемеге ұшырату, ол әрдайым шәкірт өзі сабақ үстінде не болмаса бірге жүрген кезде өзінің ұстазынан өзінің қажетін ала алмайды. Осы жерде адам әрине ұстазды ұялмау деген нәрсе, ол сыйламау деген нәрсе емес. Сыйла, бірақ сұрайтын жеріңде сол әдептілікпен өзіңнің ұстазыңнан сұрайтын хақыңды ал. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой: талабул илми минал махди илал лахди дейді. Білім талап қылу өте маңызды екендігін осы жерден көруге болады. Адам туылғаннан өмірден қайтқанға дейін. Ал жаңағы тәкаппарлық дегеніміз ол, тәкаппарлық негізінде адамға жараспайды. Ол шайтанның ісі. Кезінде өздеріңіз де білесіздер. Адам алейхиссаламды жаратып, Аллах Тағала: ей, шайтан, осы адамға сәжде қыл деген кезде, шайтан не деді? Мен одан артықпын. Өйткені мен оттан жаралдым, адам топырақтан жаралды. Мен осы артықтығым себепті оған сәжде қылмаймын деп тәкаппар болған шайтан Аллахтың лағанатына ұшырады. Сондықтан да тәкаппарлықтан,
аулақ болуымыз қажет дейсіз ғой. Аллахым разы болсын. Енді көп нәрсені біз осы жарты сағаттың ішінде әлбетте сыйғыза алмаймыз. Тағы да бір хабарымызға шақырып жатармыз. Аллах тағала әрбір басып келген қадамыңызды сауаптан жасын. Міне құрметті ағайын, Аллах тағала қасиетті Құран кәрімде айтады, әрбір мұсылман ерге де, әйелге де білім алу парыз дейді. Олай болса барлығымыз білім алайық. Исламды тек қана ғылым арқылы түсіне аламыз. Ондай болса Аллах тағаланың білімді құлдарынан болуды нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.